Лифтіде 5 жасар балаға шабуыл жасаған 14 жастағы жасөспірім санитарлардан жәбір көрді. Шизофрениямен ауыратын баланың анасы полицияға осылай шағымданған. Қазір бұл ақпаратты құзырлы орган тексеріп жатыр. Сот медициналық сараптама тағайындалған. Ал психологиялық диспансер өкілдері ұрып соғу дерегін жоққа шығарды. Әріптесім Минара Барсақбаева толықтырады. 5 жасар баланың бетін тілгілеген жасөспірімге санитардың күш қолданғанына қатысты ақпарат қазір әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. 14 жасар жеткіншек анасына мекемеде 2 рет соққыға жығылғанын айтқан. Бұл оқиғаны өзінің Instagram парақшасында ерекше балалардың ата-аналары одағының жетекшісі жариялады. Этот случай, эта ситуация. Біздің қоғам психикалық ауытқуы бар баланың әрекетін сынап жатыр, ал сау адамдардың жасап жатқан қылмыстарының саны көп екенін ұмытып кеткендей. Тіпті сау балалардың ауыр қылмыстарын көріп жүрміз. Қазіргі уақытта әлеуметтік желіде күдікті балаға және оның отбасына түрлі қарғыс айтып, буллинг жасап жатқандар көп. Мен қоғамды, жұртшылықты мұндай әрекетке бармауға шақырам. Гүлсан Мауинаның сөзінше, шизофрения дертімен ауыратын 14 жасар жеткіншектің анасы бірден құзырлы органға шағымданған. Бұл дерек бойынша барлық дәйектер тексеріліп жатыр. Кәмелетке толмаған баланың денсаулығына зақым келтіру дерегі бойынша тергеп тексеру амалдар жүріп жатыр. Бұл дерек Алматы аудандық полиция басқармасында тіркелді. Оның қорытындысы бойынша шешім қабылданады. Психологиялық диспансер қызметкерлері шизофрения дертімен ауыратын баланың соққыға жығылғанын жоққа шығарып отыр. Айта кетейік, бұл іс бойынша сот медициналық сараптама жүргізіледі. Дәрігерлердің сөзінше, баланы медициналық тексеру барысында денесінен ұрып соғу белгілері байқалмаған. Сонымен қатар, жасөспірімнің емдеу мекемесінің 3-ші қабатынан секіргені туралы ақпараттың да расталмаған айтады. Ол жөнінде мамасының шағымы түсті. Шағым болғаннан кейін құзырлы органдардан қызметкер, 102-ден қызметкер келіп, кезекші дәрігермен, кезекші медбикемен қосылып, сол күні ғана баланы тексеріп қараған. Әркім өзінің функционалы бойынша жұмыс істеген, ешкім ал баланы ұрмаған, ешқандай ондай іс-қимылда жасамаған. Оның барлығы бекер айтылған сөз деп ойлаймын. Психологиялық диспансер орталығында болған оқиғаға қатысты лифтіде зардап шеккен 5 жасар баланың адвокаты Динара Шамшекова да өз пікірін білдірді. В данном случае подозреваемый мекемеде болған бұл оқиға әдейі жасалды деп айта алмаймын. Ол үшін құзырлы орган өкілдері бар. Олар тергейді, тексереді. Егер шын мәнінде зорлық-зомбылық деректері анықталып жатса, кінәлілер жауапқа тартылуы керек. Өйткені кім болса да жәбір көрмеу керек. Маған жақында ерекше балалар ата-аналары одағының жетекшісі хабарласты. Күдіктінің анасы қазір қатты уайымдап қиналып жатқанын айтты. Бірақ адвокатқа қоңырау шалу дұрыс емес. Екінші тарапқа көрсетіліп жатқан эмоционалдық қысым деп есептеймін. Еске сала кетейік, Астанада жасөспірім лифтіде 5 жасар баланың бетін пышақпен тілгілеген. Күдікке ілінген жасөспірім оқшауланып, психоневрологиялық диспансерге жатқызылды. Инара Барсақбаева, Нұрлан Әлмұхамбетов, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна.